Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Мен Қарашбай Ақылбек Етенбайұлы 16 сәуірде 1992 жылы Байғайын ауданы Баршағым ауылында дүниеге келдім. Алғашқы білімімді 1998-2009 жылдары Баршағым орта мектебінде алып, Ақтөбе қаласында Ақтөбе ауыл шаруашылық колледжінде дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша диплом алдым. 2012 жылы ұстаздық жолымды Ақтөбе қаласы номері 33 орта мектебінде дене шынықтыру пәні мұғалім болып бастадым. Сол жылы әскери борышымды өтеу үшін қарулы күштер қатарына шақырылып, 2012-2013 жылдары отан алдындағы борышымды өтедім. Әскердегі жылдар менің азаматтық болмысымды, тәртіп пен жауапкершіліктің шынайы мәнін ұқтырды. 2014 жылдың қаңтар айынан бастап Ақтөбе қаласы номері 32 мектеп гимназиясында дене шынықтыру пәні мұғалімі қызметін атқардым. 2015-2018 жылдар аралығында Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетін дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша аяқтадым. Сол кезеңде Қарғалы ауданы Жосалы орта мектебінде алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі қызметін атқардым. 2018 жылдан бастап туған өлкем Байғайын ауданы Байғайын орта мектебінде алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі болып жұмыс жасап келемін. Бұл мекемеде өз мамандығымның шынайы құндылығын сезініп, оқушыларға әскери патриоттық тәрбие беруді абыройлы міндетім деп қабылдадым. Өмірлік және кәсіби ұстанымым еліне адал, тәртіпті, рухы мықты, жауапкершілігі жоғары жас ұрпақты тәрбиелеу. Менің осы ұстаздық жолымда жеткен жетістіктерім: 2018-2019 оқу жылдары облыстық үздік әскери жетекші 1-ші орын, 2022-2023 оқу жылында үздік әскери жетекші төсбелгісі, 2024 жылы Ақтөбе облысы білім басқармасы басшысынан құрмет грамотасы, 2024-2025 оқу жылдары аудандық үздік әскери жетекші бас жүлде, 2024-2025 оқу жылында аудандық білім бөліміне алғыс хаттармен марапатталдым. 2024-2025 оқу жылы облыстық әдістемелік орталығының ұйымдастырған ұлттық құндылықтардың негізінде тәрбие ұлт болашағы тақырыбында облыстық көшпелі семинарында тәуелсіз елдің жас сарбаздары тақырыбында әскери патриоттық практикалық сабақ өткіздім. 2025 жылы Қазақстан Республикасының қарулы күштері ардагерлер қоғамдық бірлестігінің төрағасы полковник Қажымұқан Сәтеновтен алғыс хат алдым. Оқушыларымның жетістіктері: 2019 жылы облыстық жасылан әскери спорттық жарысында 3-ші орын, 2023 жылы 9-шы айбын республикалық әскери патриоттық жастар жиыны облыстық кезеңінде мектеп оқушылары қатысып, жүлделі 3-ші орынды иеленді. 2023-24 оқу жылында аудандық Мерген Ару, Мерген Сарбаз пневматикалық мылтық ату жарысы бойынша 3-ші, 2-ші орынды иеленді. 2025 оқу жылында аудандық Мерген Ару, Мерген Сарбаз кезеңінде жүлделі 1-ші орын, 2025 жылы Мерген Ару 2025 облыстық кезеңінде командалық есепте 3-ші орын, жекелей есепте Байғайын орта мектебінің оқушысы Тәңірбергенова Аяна 3-ші орынды иеленді. 2025-2026 оқу жылы аудандық Мерген Сарбаз, Мерген Ару пневматикалық мылтық ату жарысы бойынша 1-ші орынды иеленді. Әскери патриоттық тәрбиеде өткізілген іс-шаралар: 2019 жылы Байғайын орта мектебінде ауған соғысының батыры Байғайын орта мектебінің түлегі Жангелді Есенбаев атындағы жас сарбаз әскери патриоттық клубы ашылды. 2024-2025 оқу жылында ауған соғысының батыры Байғайын орта мектебінің түлегі Жангелді Есенбаев атындағы жас сарбаз әскери патриоттық клубы ант қабылдау салтанатты жиыны өткізілді. Құрамына 28 оқушы қабылданды. Әскери патриоттық клуб мүшелеріне аудандық әскери бөлім басшысы подполковник Алпысбаев және Қазақстан Республикасының қарулы күштердің құрметті ардагері запастағы офицер Дауылбаев Мерғалым Елеусінұлының қолдауымен жас сарбаз куәлігі және жас сарбаз төсбелгісі табысталды. 2025-2026 оқу жылы 5-11 сынып аралығында жас сарбаз әскери патриоттық клубына қабылданған оқушының саны артып, клубтың беделі мен маңызы бұрынғыдан да жоғары деңгейге көтерілді. Жас сарбаз клубы мектебіміздің тәрбие жүйесінің өзекті бір бөлігіне айналды.
ерекше білім алатын оқушы ата-анасымен қызығушылық танытып, қазіргі уақытта жас сарбаз қатарына қабылданды. Әскери патриоттық клубқа жаңа серпін беріп, клуб барша оқушыға қолжетімді әрі тәрбиелік құндылығы жоғары екендігін дәлелдеді. 2025-2026 оқу жылының 1-тоқсанынан бастап жас сарбаз әскери патриоттық клубының жол үздігі жобасы іске қосылды. Бұл жол менің таңдаған тағдырым, атқарған қызметім, елге деген құрметім. Ұстаздық жүректің ісі, ал ұрпақ тәрбиесі ұлттың ертеңі деп білемін. Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғанын, байқа аңғалым, жат қылар жанашырды, дос қылар жаманды, әзәзіл аярлар бар айырар арамды.